өте керемет. Примерно 100 мың үстіндегі, 100 мың доллар үстіндегі үй сатып алдым достар. Бүгін мен сол үйге қалай айтсам болады, обзор жасаймын сіздер. They try to tell me I wouldn't be shit. Family died and I couldn't believe. I had to focus and better myself. Fighting anxiety, smoking these trees. Қазір қаладан ауылға көшіп келдім. Енді осы ауыл өте керемет деген соң көшіп келдім достар. Енді міне достар, қараңыздар, мен қазір осы ауылға көшіп келдім. Енді достар, мына жерде мынандай значоктар тұр, общем, тоқта деген секілді, машиналар өтуге болмайды. Бүйтіп мысалы өтіп жатса, мысалы машина тоқтап қалады, резко тоқтап қалады. И достар, осылай болады, короче. Міне достар, короче, машина охранниктар бар екен. Мен осы үй сатып алдым. Өте керемет ауыл. Мына жерде мен қазір WhatsApp-пен сөйлестік. Осы ауыл, достар, үй достар примерно тіке жүре берсең табасың деді. Общем, өте мықты үй. Мен қандай үй екен көрсем, қандай үй екен. Осындай үй примерно. Мен скрин көрсетем. Қараңыздар. Енді достар, қараңыздар, біз табу керекпіз осы влог. Мұнда қараңыздар, үйді іздеу керек, енді бізге үйді іздеу керек. Мына үй деген, суды қараңыздар, да, бет-оғымызды жуып аламыз ба? Давай бет-оғымызды жуып алайық. Достар, біз жуынып алдық. Бет-оғымды жуып алып, шайынып алдық, в общем. Просто, так, мен давай магазин бе? Блин, магазин, 4-5 магазин екен, прикинь. Давай кіріп қараймыз қазір. Аты қалай қызық магазин дейді. Атауы өте ерекше даже. Так, кеттік. Магазин достар. Сәлеметсіз бе вообще? Айта ғой, не алғың келеді? Жоқ, апа, мен алғың келеді дегенде мен ештеңе алмаймын. Мен сұрағым келіп тұрғаны, осы жерде бір үй болу керек қандай. Бірақ ішінде дымды заттары жоқ андай. Мен көшіп келгендіктен өзім. Көшіп келгендік дей ма? Мына жерде осы шетте бір үй бар. Сол үй, сол сенің үйің болу керек па идей. Қара өзің. Шетте ғой, я? Я, шет. Керектісі түн түсті, емай. Үйімізді сразу тауып алып, жататын жер тауып керек тұсын. Жату керекпіз ғой енді үйге кіргендіктен. Так, фонтан бар екен. Мына үйді айтып тұрған жоқ па? Мына емес па? Мына жер салып отқан менің үйім ба? Қой, айналайындар, жоқ. Мына менің үйім емес, не может быть, мына менің үйім болмау керек. База жоқ. Осы, бірақ скринда мына ғимарат артында тұр фотода. Жоқ. Мына фотошоппен бізге алдап жіберген ба? Мына үйіне шын мәнісінде осындай өзін салып ал деген сияқты. Мынаны мен өз үйімде жасаймын ба, мысалы өзімді жасайлам. Блин, бізді алдап кеткен. Сатушы бізді алдап кетті. Блин, мен WhatsApp-пен сөйлесемін, мен білмейсіз ба? Соткам қалтамда. Зарядка қойып сөйлесемін. Бірақ соткам қазір өшіп жатыр, папа. Блин, мен сатушы алдап кеткен. Блин, фотошоппен алдап кеткен. Мен қайда түнеймін енді? База жоқ. Қайда түнеймін енді мен? Ешкім кіргізбейді ау мен. Опа, мына жерде түнеуге болады, прикинь. Түнеуге болады мына жерде. Осы жерде мендер тоқтай түнейм. Отыратын жерде онда жақсы. Онда шүкір. Достар, білмеймін қалай болатын. Көре жатармыз енді ары қарай. Осы күні біз влог түсіреміз, өзінше керім контент жасайын ба деп келіп едім. Міне осындай болды ақыры. Мына күніне күнде білмеймін бәрі. Міне достар, бүгін таң болды. Уже таң болды. Әнем бе дегенше енді маған жуынуға керек. Мынандай түрмемен жүре алмаймын енді. Үй табу керек дегенде міне достар, қараңыздар, мен мына жерде рахаттанып кайфовать етіп жүрмін. Мына жерде кәдімгі рахат екен бассейнде. Қалайсың, сәлеметсіз?
амансыз ба бауырым? Не керек? Айта бер. Не күн ысыда жаман жанып тұр ғой, жаман жанып тұр күн. Вообще көзімді аша алмай осына түскенім ғой. Дұрыс. Че там? Мен мынаны бірінші көріп тұрмын мына жақта. Мына жақта ешкім жоқ. Сен сияқты адам мен сені бірінші шаттырмын. Сен қайдан келдің? Мен осына көшіп келдім. Қайда тұрасың? Енді қайда тұрғанда пока үй. Білмеймін, үй бар негізі, бар. Бірақ таба алмай жатырмын. Или мені қадап кетті. Да, жақсы аға, сауыңыз. Жоқсы. Білеймін, қардың ашты. Мен бір нәрсе сатып аларым ау деймін. 19 мың теңгем бар, почти 20 мың теңге. Саламатсыз әпше. Қалайсың? Кешегі сен емес пе? Мен ғой, тәте. Енді мен бір нәрсе алайын да, енді бүгін кешегі ат болып қалды сізден алмағымызға. Давай мен кроват ала салайын. Кеше тоңдым, үсіп бит байналдыр жеуге болады ғой. Так. Мен көкті ала салайын. Қанша тұрады, әпше? 2 мың ғой, 2 мың. 2 мың мынаны да салып қояйын. Бизнесін жүрмей әтіркен, сондықта ақшаңыз жоқ қой, әше. Так, менде пышағым бар, өзімде керек емес. Так, пышақтың түрлері де бар ғой. Білеймін, кімде киім жоқ та, менде киім жоқ. Кеше тоңдым үйде деген жере жаттым ба. Білейін, киім ала салайын да, бір қымбат емес бір киім бар ма? Қымбат емес, доллар енді 1000 теңге тұрады. Сияқты, білмеймін, главный бас киім керек емес, или бас киімді алып алайық ба? Бас киімді алып алайық, керек болып қалар бас киім. Ате қанша? Біреу. Киім 5 мың. Киім 5 мың ма? Қазір. Ойбай, мен ақшасын тауытқанмын. Так, все болды. 5 мың теңге салдым. Так, скип қарайық. Менің. Енді жақсы болып қалды. Так, енді ағаш алу керек та, үй салу үшін. Пока бізде ақшамыз жетпейді ау. Тәте, қанша тұрады мынау? Енді бір стагы енді қалай айтсам болады? 5 мың теңге тұрады. Не деген қымбат? Бір стаг 5 мың теңге дейсің ба? Бір стагы қазір. Бір стагы ол. Мынау ғой бір стаг деген ол. Да, жоқ, ол емес бір стак, ол емес, вообще бір стак деген ағаш біреу ма, оны 5 мың тұрды, ойлаңыздар, қымбат ақша. Жоқ, біз керек емес бізге ондай лучше бізге керек емес. Міне достар, осылай болды. Короче, осыны киімде далық, бізде киімді алық, толық киім, кроватқа енді бізге осылай болды. Бізге кроват осы үйді салуға тура келеді. Енді алдап кетсе де пока біз үйді салу керек, дамыту керек дегендей. Мен үйім, енді амазоқ тамақтанып алайық, енді бір жерде отырып, бір жерге тықылып болсын ба. Енді біз жүре алмаймыз, біз мынандай жерлерде енді көшеде ұят болады дегендей. Бірақ бір жақсы, қараңыздаршы, дракон ба анау? Мүсін күштісі, мүсін екен. Рахат бір жақсы, қазір мен өз жеріме тамақ ішіп, рахаттанып алайын. Жұмыс істеу керек, достар, біз мынандай түрімізбен жүре алмаймыз, кері қайталаймыз ауылға, қалаға деген. Мына жақта отырайық, кроват жайып қойын, мен осы жерде отырамын. Главное, мына жерде ешкім жүрмейді бәрібір. Ешкім жүре алмайды. Қарнымыз жеп алайық. Қарын, достар, бізде тамақ әлі қарным ашты, жұмыс істеу керек. Сошымыз жағдай осылай, достар. Біздің күніміз осылай бітті, достар. Достар, мен видеомды қазір аяқтауға тамам қалды. Давай мен камерамды мына жерге орнатып қыстырып қояйын. Бүйтіп, ери төмен түсіп тұрады екен. Ери бұлай көрінеді енді мен камерам. Қалай көрініп тұрмын, жақсы көрініп тұр ма? Міне достар, бүгінгі күніміз осылай өтті. Сәтсіз өтсе де қызық болды деп ойдамыз, достар. Арнаға тіркеліп, лайк басамыз, достар.
сіздер үшін мен тырыстым. Енді осындай жерде тұрып жатырық, мені осындай жаман жерде тұрсақ та біз видеоны түсіреміз. Достар, давайте екінші бөлім күтсеңіздер. Осылай біз бомжның өмірі басталды, достар. Давайте, сау болыңыздар.